Сәлем достар, бүгін өте дәмді шоколад қосылған маффин рецептісін ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Thermomix чипында дайын маффин рецептісі бойынша әзірлейміз. 100 грамм шоколадты 6 секунд 5 жылдамдықта ұнтақтап, бөлек ыдысқа салып аламыз. Чашаға 150 грамм сары май, 2 жұмыртқа, 200 грамм қант, 300 грамм ұн, шым-шым тұз, 300 мл сүт, 2 шай қасық қопсытқыш салып, 30 секунд 5 жылдамдықта араластырамыз. Осы массаның үстіне ұнтақталған шоколадты қосып 15 секунд 4 жылдамдықта араластырамыз. Әр формаға бір ас қасық қамырдан салып 180 градуста 20-25 минут немесе беті қызарғанша пісіреміз. Өте дәмді, дайындалуы оңай әрі тез. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шайларыңыз тәтті болсын.